Мұнда осы Шерхан жайлы бір сторис салған деп едім. Қайта осы сұрақ келеді ғой. Айта салайын, негізі мен ол кезде не айтайын дедім, енді Қосаққа барды ғой Шерхан. Сол кезде мен просто құптамадым да оның ол жаққа барғанын дұрыс емес деп ойладым. Өйткені Шерхан эфирға кіре салған кезде маған бәрі жазып отыр ғой. Шерхан келіпті, не айтасыз, сіздің ойыңыз қандай деп. Білмеймін, енді ажиотаж болып кетті. Сол кезде мен қарсы болдым. Өйткені енді кеше ғана ажыраса салып, қайттан Қосаққа барып, тағы да үйленейін деп отыр ма, не үшін отыр ол жерде, не үшін барды деген сияқты сұрақтар болды менде. Дұрыс емес. Енді айтатын, айтпайтын әңгімелер бар да ортада. Мен мысалы енді ботаның рұқсатын алмай жатып, ол заттарды айта алмайды екенмін. Бірақ ол ботамен қосыла ма, қосылмай ма, мен оны білмеймін. Бірақ тем не менее ажыраса салып сразу жетіп барған ол дұрыс емес деп ойлаймын. Вообще мен құптамадым, шынымды айтсам. Өте қарсы болдым. Хотя менің қарсылығым кімге керек, шынымды айтсам, енді өзінің басы бар ғой, бірақ дұрыс емес. Тағы да часто кездесетін сұрақ, осы мен қанша сұрақ жауап жасадым, каждый раз бота туралы 5 факт айтыңызшы дейді. 5 факт деп айта алмаймын, енді мен есіме түскендерін айтамын. Бота таңертең тұрмайды. Бірінші факт. Ол всегда обедте оянады, дәл мен сияқты. Екінші факт, бота негізі тұйық адам болып көрінеді ғой, сөйлемейтін адам. Бірақ ол біз оңашада жүрген кезде ботаны ауызға алмайды, бота көп сөйлейді, кәдімгідей ашық адам негізі тұйық болып көрінгенмен. Одан кейін үшінші факт, қолындағы бар затын беріп көмектескісі келіп тұрады. Сондай, ішінде арамдығы жоқ қыз деп айтайын, аңқылдақ. Бірақ онысын көп көрсете бермейді. Қырсықтығы бар, қырсығы ұстап қалса, қырсық болып қалады, короче. Сол енді одан басқа факт білмеймін, даже оны ойлану керек шығар, наверное. Вот білетіндерімді ғана айтып жатырмын. Аяқ қолыңызда ісік жоқ па депті, мені қарап отырсыздар, саусақтарым до такой степени ісік кеткен, сақина мүлде шешілмейді, обручалкам, и саусақтарым до конца бүгілмей қалды, осындай болып қалды, білмеймін. Буындарымның барлығы ауырады, до конца бетіп ашылмайды, и до конца жамылмай қалды, осылай болып қалды қолдарым. Не знаю, неге екенін білмеймін, еще жамбас сүйегім ауырады, отек бар менде, кәдімгідей бетімде де, денемде де біраз отек бар.